Сәлем достар, біз сіздермен үшбұрыш бисектрисасының қасиетін тақырыбына арналған есептерді шығарудамыз. Бізге ABC үшбұрышы берілген. Осы үшбұрышта С төбесінен С1 бисектрисасы жүргізілген. Осы жерде бізде белгілегені С1 бұның ұзындығы n-ға тең, AC1-дің ұзындығы m-ға тең, үшбұрыштың қабырғасы BC қабырғасының ұзындығы A-ға тең, AC қабырғасының ұзындығы V-ға тең, ал V қабырғасының ұзындығы S-ға тең. Бізге дәлелдеу керек. Осы жердегі M және N кесінділері M-нің өзі BC-нің A қосылған B-ға қатынасына тең болатындай, ал N-нің өзі A мен S-нің көбейтіндісінің A мен B-нің қосындысына қатынасына тең болатын дәлелдеуіміз керек. Ол үшін алдымен балалар бізге қысқаша берілгені жазып алайық. BC-нің ұзындығы A-ға тең, AC-нің ұзындығы B-ға тең, AV-нің ұзындығы S-ға тең. Яғни үшбұрыштың үш қабырғасының ұзындығы бар. Және осы бисектрисасы, С1 бисектрисасы AV қабырғасын екі бөлікке бөлгендегі AC1-дің ұзындығы M-ға тең және S1 V-нің ұзындығы n-ға тең. Бізге дәлелдеу керек m мен n-нің мәндерін. Ол үшін бисектрисаның қасиетін қолданамыз. С1 бисектриса болғандықтан VC-нің AC-ға қатынасы. VC-нің AC-ға қатынасы тең болады VC1-дің S1 A1-ге. S1 A1-ге. Енді мәндерін орнына қояйық. VC-нің орнына қоямыз A-ны, AC-нің орнына V-ны. Яғни A-ның V-ға қатынасы тең болады VC1-дің орнына N, S1 A-ның орнына M. Енді бізде балалар қараңыздар, AV-ның өзінің ұзындығы C-ға тең, ал AV-ның өзі A S1 қосылған S1 V-ға тең. Яғни осы жердегі біз N-ді тауып алайық. Сонда жазып алайық AC1 қосылған S1 V тең бізде AV-ға. AC1-дің ұзындығы M қосылған N тең S-ға. Осы жерде бізге белгісіз N-ді тапсақ, N тең S минус M-ға. Осыны апарып N-нің орнына қояйық. Сонда A-ның V-ға қатынасы тең болады S минус M-нің M-ге қатынасына. Енді есебіміз оңай болу үшін мына екінші бөлшекті жай бөлшектерге жіктейік. A-ның V-ға қатынасы тең болады S-ның M-ға қатынасы минус M-нің M-ге қатынасы. M мен M қысқарып кетеді. Сонда A-ның V-ға қатынасы тең болады S-ның M-ға минус 1. Минус 1-ді теңдіктің екінші жағына плюс таңбасымен шығарамыз. Сонда A-ның V-ға қатынасы плюс 1 тең болады S-тің M-ға қатынасына. Енді ортақ бөлім беретін болсақ, бірге V-дан береміз, бөлімі V болады. Алымы A қосылған V. Тең болады S-тің M-ге қатынасына. Енді пропорцияның белгісіз мүшесі M деп алып, шеткі мүшелердің көбейтіндісі белгілі ортаңғы мүшесіне қатынасына тең. Сонда M тең V мен S-ның көбейтіндісін A мен V-ның қосындысына қатынасына тең екен. Бізге дәлелдеу керек осы болған. M-ді дәлелдедік. Енді N-ді дәлелдейік. Ол үшін бізде мына қатынас бар. Осы қатынастан енді бізге керек M емес, мына теңдіктен біз енді M-ді табайық. M-ді табатын болсақ, M тең S минус N. Яғни M-нің орнына S минус N-ді қоямыз. Сонда A-ның V-ға қатынасы тең болады N S минус N. Енді бұл жерде пропорцияларын екі жақ бөлігін көбейтіп, енді бір жағына шығарып алайық. Сонда A көбейтілген S минус N тең болады B көбейтілген N. Жақшаны көбейтіп ашсақ, AC минус AN тең BN-ға. Енді екінші жақ бөлігіне шығарамыз. Сонда A мен S-ның көбейтіндісі тең болады BN қосылған AN-ге. Екеуінде ортақ N-ді жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда N-ді шығарған кезде A қосылған B тең болады AC-ға. Енді N-ді табатын болсақ, A мен S-ның көбейтіндісі A мен B-ның қосындысына
қатынасына тең екені. Бізге дәлелдеу керек болатын осыны. Балалар, біз сіздермен үшбұрыш биссектрисасының қасиетін қолданып есептер шығаруды қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңдар.